Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге 2024 жылы енгізілген өзгерістерге байланысты ИП-ның ай сайын төлейтін төлемдері туралы айтқым келеді. Егер сіз бұл видеоны көрген болсаңыз, онда сіз өзіңіздің ИП-ңіз жайлы 90% ақпаратты білдім деп есептей беріңіз. Ендеше, бізде ИП 2024 жылы ай сайын қандай төлемдер төлейді? Ең бірінші біз минимальная заработная плата, яғни ең төменгі айлық есептік көрсеткіштен бастасақ. Егер өткен жылы, яғни 2023 жылы ол бізде 70 мың теңгені құраса, биыл ол бізде өсті, биыл ол бізде 85 мың теңгені құрайды. Сонымен қоса МРП, яғни айлық есептік көрсеткіш бізде биыл 3692 теңгені құрайды. Ал енді егер сізде ИП бар болса, онда сіз ай сайын өзіңіздің ИП-ңыз үшін бірнеше төлемдерді төлеуіңіз қажет. Оған негізгі, міне, мына жерде 4 төлем тұр. Қазір сіздерге әрқайсысын жеке-жеке айтып, кім қалай қай кезде төлейтіндігін көрсеткім келіп тұр. Ендеше бізде негізгі төлемдерге ОПВ, яғни обязательный пенсионный взносы, ОПВР, яғни обязательный пенсионный взносы работодателя. Негізі бұл жаңа ұғым тек қана осы 2024 жылы енгізілді. Қалай, кімдер, қай кезде төлейді, ол туралы мен өткен видеода жеке айтқан болатын, сол видеоны қарауларыңызға болады. Келесі бізде социальное отчисление, медстрахование. Сонымен, егер сізде ИП-ңыз бар болса, және сізде белгілі бір мөлшерде доход, яғни кіріс түсіп тұратын болса, онда сіз ай сайын обязательный пенсионный взносы, пенсионка, яғни 8500 теңге төлейсіз, обязательный пенсионный взносы работодателя 1275 теңге төлейсіз, социальное отчисление 2975 теңге төлейсіз, медицинское страхование 5950 теңге төлейсіздер. Ал егер сіздерде ИП бар, бірақ сізде доход болмаса, яғни өткен кезеңде, онда сіздер мыналардың ешқайсысын төлемейсіздер, сіздер тек қана медицинское страхование 5950 теңге төлейсіздер. Келесі, егер сізде ИП бар, ол общий установой режимде жұмыс жасайтын болса, онда сіздер ай сайын, доходыңыз болса, ай сайын 8500 теңге пенсионный отчисление төлейсіздер, 1275 теңге обязательный пенсионный взносы работодателя төлейсіздер, 2975 теңге социальное отчисление төлейсіздер, және 5950 теңге медицинское страхование төлейсіздер, және сонымен қоса 4409 теңге социальный налог төлейтін боласыздар. Келесі, егер сізде ИП, бірақ сіз зейнеткер, яғни пенсионер болсаңыз, онда сіз барлық отчислениядан босатыласыз. Көрдіңіздер, ешқайсысын төлемейсіздер. Келесі, егер сізде ИП, бірақ сіз бірінші және екінші топтағы инвалид, яғни мүгедектігі бар азаматқа жататын болсаңыздар, онда сіз пенсионный және пенсионный отчисление және медстрахование төлемейсіз. Оларды сізді мемлекет төлейді сіз үшін. Сіздер тек қана социальное отчисление 2975 теңге төлейсіздер. Егер сіз көп балалы ана, оның ішінде алтын белгі немесе күміс белгімен марапатталған болсаңыз, онда сіз пенсионный взносы 7500 теңге төлейсіз, 1275 теңге обязательный пенсионный взносы работодателя төлейсіз, 2975 теңге социальное отчисление төлейсіз, және де медицинское страхование сіз төлемейсіз, себебі сіздер үшін де мемлекет медицинское страхование төлейді. Келесі, егер сіз декреттегі ана болсаңыз, және де сізде доход болмаса, онда сіз берілген төлемдердің ешқайсысын төлемейсіз. Сондай-ақ, егер сіздің ИП-ңыз белгілі бір мерзімге тоқталып тұрса, сол тоқталған мерзім аралығында сіздер ешқандай төлем төлемейсіздер. Ал ИП тоқталып тұр ма, тоқталып тұрған жоқ па, негізі мен ол туралы да видео түсірген болатын, сол видеоға қарап тексерулеріңізде болады. Енді қараңыздар, бұл төлемдердің барлығының төлеу мерзімі келесі айдың 25-не дейін. Мысалы, 2024 жылы қаңтар айы үшін сіздер 25 ақпанға дейін төлеп өзгерулеріңіз қажет. Егер уақытында төлемеге қоятын болсаңыздар, онда сіздерге белгілі бір мөлшерде пеня, яғни өсімпұл жүріп отырады. Енді қараңыздар, сіздер ИП аштыңыздар, ай сайын мына төлемдер төлеп отырдыңыздар. Енді одан кейін сіздер міндетті түрде, егер сіздерде упрощенный режим болатын болса, онда сіздер жарты жыл сайын отчет тапсыруыңыз қажет. Упрощенный режим болса, 910 форманы тапсыру қажет.
910 форма, яғни бірінші жарты жылдық үшін 15 тамызға дейін ол отчетты тапсыру керек, яғни 910 формада, ал төлеу мерзімі 25 тамыз, яғни сіздерде упрощенный режим болса, сіздерде яғни доходтың 3%-ын төлейсіздер ғой, яғни оның 1,5% ИП және 1,5% социальный налог. Сол 3%-тің сомасын сіздер 25 тамызға дейін төлейсіздер. Ал екінші жарты жылдық бойынша сіздер 910 форманы 15 ақпанға дейін тапсырасыздар. Оның төлеу уақыты 25 ақпанға дейін болып есептелінеді. Яғни 3% налогты сіздер 25 ақпанға дейін төлейсіздер. Енді мына 910 форманы қалай тапсыруға болады дегенде, оны компьютер арқылы тапсыруға болады 910 форманы, сонымен қоса Каспий приложениесі арқылы тапсыруға болады, сонымен қоса оны телефон арқылы да тапсыруға болады. Қалай тапсыруға болатыны туралы мен осыған дейін видео салған болатын, сол видеоға қарап көрулеріңізге әбден болады. Енді сіздерге айтатын ең бастысы, яғни сізде ИП бар болса, міндетті түрде отчет, яғни салық есептілігін тапсыруды ұмытпаңыздар. Егер сіздер салық есептілігін белгілі бір себептерге байланысты ұмытып кетсеңіздер, немесе білмей қалсаңыздар, онда сізге бірінші рет ескерту, ал екінші рет сіздерге штраф келуі әбден мүмкін. Ал енді видео сіздерге ұнаса лайк және сұрақтарыңыз болса комментария қалдырыңыздар. Сонымен қоса менің YouTube және Instagram парақшама тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.